Жердегі су үнемі орын ауыстырумен болады. 2002-2016 жылдар аралығында НАСАның қос жерсерігі құрлықтағы тұщы су қорының үлкен өзгерістеріне куә болды. Олар су қорларын басқаруға, климаттың өзгеруіне және табиғи циклдарға байланысты. Гравитациялық және климаттық эксперимент немесе Грейс миссиясы жер орбитасындағы екі ғарыш аппаратының қозғалысын дәл өлшеу арқылы судың мұхиттағы, жердегі және атмосферадағы айналымын қадағалады. НАСА ғалымдары Грейс деректерін, жауын-шашын мен егістікті суаруды, жер серіктен бақылау мәліметін, климаттық модельдер болжамдарын жинақтап, тұщы су қорларының аймақтық үрдістерін анықтауға тырысты. Бұл визуализацияда тұщы су қоры орташа көрсеткіштен жоғары облыстар көк түспен, ал төмен облыстар тоқсары және қызыл түспен белгіленген. Ғылыми топ Грейс бақылаған негізгі үрдістер себептерін былай жіктеді: табиғи өзгергіштік, адам әрекеті немесе климаттың өзгеруі. Мысалы, Гренландиядағы тұщы судың тұрақты азаюы мұздықтардың еріп, судың мұхитқа құйылуымен байланысты. ақш-тың батысында ұзаққа созылған құрғақшылық таудағы қар жамылғысы мен өзен ағынын азайтып, егістік жерлерді суаруға, жер асты суларын көбірек қолдануға, сөйтіп тұщы су қорының елеулі азаюына әкелді. Жауын-шашынды өлшеу және Грейс деректері ауа райының табиғи құбылуы мен су тұтынудың тұрақсыздығы Калифорниядағы жер асты суларын азайтқанын көрсетті. Грейс миссиясы барысында оңтүстік Африкадағы Окаванга дельтасында тұщы су қоры ерекше артқаны бақыланды. Ғылыми топ мұның жауын-шашын мөлшерінің күрт артуынан болған анықтады. 2004-2012 жылдары аймақтағы жылдық жауын-шашын мөлшері алдыңғы 25 жылдағыдан 15%-ке артық болған. Жаңбыр жергілікті құрғақшылықты тамамдап, аймақтағы су қорын толықтырды. Грейс Сауд Арабиясының солтүстігінде сулы горизонттардағы тұщы судың күрт азайғанын анықтады. НАСА Лансет бағдарламасы түсірген суреттер осы горизонттардан алынған су мен суарылатын жер көлемінің тез өскенін көрсетті. Бұл судың көп бөлігі адам ғұмырында қалпына келмейді. Бірақ 2014 жылы Сауд үкіметі ауыл шаруашылығына қатысты бағдарламаны аяқтады және Грейс деректері сулы горизонттар деңгейінің тұрақталғанын растайды. Солтүстік батыс Қытайда Грейс тұщы су қорының белгісіз себеппен тез азайғанын анықтады. Ғалымдар таудағы мұздықтардың ерейтінін білетін, бірақ еріген су аймақта қалады. Сондықтан олар мұны басқаша түсіндірмек болды. Белгілі болғандай, аймақтағы жер үсті суының көбі оңтүстіктегі егіншілік аудандар мен шөл далаға ағады. Ол жақта буланып, судың таза шығынына әкеледі. Алғашқы Грейс жерсеріктері өз жұмысын 2017 жылы тоқтатты. Бірақ НАСА мен Герман геофизикалық зерттеулер орталығы 2018 жылдың көктемінде Грейс Фоллоуон жаңа аппараттар жұбын ұшырып, әлемдегі тұщы су қоры үрдістерін қадағалауды жалғастырмақ.